Армысыздар, Мара теледидар көрермендері, жыр насихат бағдарламасына қош келіпсіздер. Қазір енді мен осы елімізде болып жатқан сағынышпен қарайтын ескі үйлерімізге көзқарасымызды оятқымыз келеді. Сөзі белгілі ақын Саят Әбеновтің сөзіне жазылған композитор Бастар Есқараевтың «Ескі үйім» деген әннен бастағалы отырмын. Бал дәуренім өтті сонау үйімде, жүрген кезім аңғал-саңғал күйімде. Сол бір үйде өсіп өндек таласып, үлкендерге сыймай қалған киімге. Сол бір үйде болды шіркін қандай бақ, өмір сүрді кеш алаңсыз жан жайнап. Анамызды сыйлағаннан үй жинап, әкемізден қорыққаннан мал жайлап. Ескі үйім, ескі үйім, қалай екен бүгін сенің жай күйім. Ескі үйім, ескі үйім, қалай екен бүгін сенің жай күйім. Сол бір үйде бақыт таптық, бапталдық, сол бір үйде күліп ойнап шаттандық. Сол бір үйде мектеп алғаш бет түзеп, әскерге де сол бір үйден аттандық. Сол бір үйде тіршілікті игердік, ғашық болдық, той жасадық, үйлендік. Сол бір үйде көршілермен тату боп, сыйластықтың екенін үйрендік. Ескі үйім, ескі үйім, қалай екен бүгін сенің жай күйім. Ескі үйім, ескі үйім, қалай екен бүгін сенің жай күйім. Сол бір үйде қалды тәтті сәттерім, сол бір үйде қалды шіркін әттеңім. Бір бұрышта сыймай қалған етекпен, бір бұрышта басталмаған дәптерім. Сол бір үйді аңсап тұрар қайран жан, 62 тамырымыз байланған. Әр бөлмесі біздер үшін бір тарих, қайта келмес сағынышқа айналған. Ескі үйім, ескі үйім, қалай екен бүгін сенің жай күйім. Ескі үйім, ескі үйім, қалай екен бүгін сенің жай күйім. Қалай екен бүгін сенің жай күйім. Ақын Базарбай Оспановтың сөзі жазылған композитор Берік Сердалиевтің әні «Ризамын» деген. Бұл әнде жалпы ата, әже, әке, анамыз және аға, туған, туыс бауырларымыз қамтылады. Әжетайым қандырып құмарыңды, еркелеттің жаната ұланыңды. Өздеріңе арнадым бұл әнімді шіркін, қамқорың шатым бақ гүлім даналарым.
ризамын аялы пейіліңе, ризамын тылмыстық мейірімге, ризамын ұлаған зейініңе. Қамқорым шаттығым бақ күлім әжелерім, қамқорым шаттығым бақ күлім аталарым. Ыстық маған әкешім алақаның, апатайым ержетті балапаның. Биік қолдау ұлың мен ақ отауың шіркін, нұрлы өмір сыйлаған сыйладым далаларым. Ризамын әкешім сүйенішім, ризамын анашым келімсің, ризамын перзентің сүйенішім. Нұрлы өмір сыйлаған сыйладым әкелерім, нұрлы өмір сыйлаған сыйладым аналарым. Аңқылдаған ағатай жеңгелерім, әпкенім бауырым сендер едің. Сағынышпен сарғайып мен келемін шіркін, тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар. Ризамын телескен бауырыма, ризамын ағайын ауылыма, ризамын ақпейіл қауымыма. Тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар, тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар. Тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар, тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар. Мынау сөзді әнде дүниеден өткен Аманбай Қанашаев деген ағамыздың қайран дүние деген әні. Жалпы қуаныш, өкініш, реніш, үйіп бәрін қайда сығып барасың минуттарым, жүрегімде жырым бар сағыныш саз, қайда тастап барасың қиып бәрін, асықпалшы айтылар бір сырталай, терезені көрінер жылдарбай қасақана уақытты болып қалды қояды жық қусаға сырылдамай деп ақын өлеңдеріне құлақ түретін болсақ, шында уақыт өздеген алады. Сонда осы Аманбай Қанашаев осы қайран дүние деген әнді жазған екен. Сөзде әнде Аманбай Қанашаевтікі қайран дүние. Қайран дүние жазира сайран бағым, өзіңді өстім, есейдім сайраңдадым. Бірде кеңсің дүние, бірде тарысың. Мен өзіңе келемін қайран қалып, мен өзіңе келемін қайран қалып. Бірде сыйлап шат күлкі думаныңды, бірде бөлеп қоясың сырға мұңды. Бірде шөлсің дүние, бірде көресің. Шеш алмадым мен сенің жұмбағыңды, шеш алмадым мен сенің жұмбағыңды. өзің арнап
көңіліңнен өрнек үреді, әнде салыдық, жыр жаздық термеледі. Сонша ғашық біздерге қарайламай, сырғып кетіп барасың дөңгеленіп, сырғып кетіп барасың дөңгеленіп.